Қазақ баспасөзі бұқаралық ақпарат құралдары біздің газет журналымызда істеген журналистер сол анау 30 жылғы өтіп кеткен совет өкіметінің үгіт насихат жүргізу сарынындағы мақалалар жазады. Мына газеттерді, аудандық газетті, облыстық газетті, республикалық дәрежеде елімізде жүрген газеттерді алып қарасаңыз, бәрі бір-бірінен аумайды. Сол ана әкімдер қайда барды, кіммен кездесті, не істеп жатыр, қайдан қанша ақша бөлінді, қай жерде бір ғимараттар салынды, сол сияқты хабарларды айтады да қояды. Ал ел ішінде болып жатқан жаңағы оқиғаларға олар соқтықпайды, тиіспейді. Проблемалық мәселелерге мүлде айналып өтіп кетеді. Елімізде не болып жатқанын білу мүмкін емес, ана баспасөзді қарап отырып. Бұлардың бәрі тек қана билікте болып жатқан жаңалықтарды ғана жазады. Сол аудандық дәрежедегі, облыстық дәрежедегі өзінің тілшілері бар. Кей жерлерде төменгі жағына құттықтаулар береді, бір-бірін құттықтайды. Пәленшекең 60-қа толыпты, түгеншекең 70-ке толыпты деп. Содан кейін бір ақын жазушылардың бірдеңелерін басып қояды ана. Оларға гонорар да төлемейді. Жергілікті жазушылар олардың гонорар талап етпек тұр ғой, өздерінің жаңағы фамилиясының жүргеніне мәз болады. Осындай жағдай біздің баспасөзімізде орнап тұр. Мынау оянбаған біздің баспасөз. Біздің баспасөзде еркіндік жоқ. Бұлардың бәрінің еркіндігін шектеп тастаған. Егер бір мәселені көтеріп журналист бірдеңе жазатын болса, оны жұмыстан шығарып жібереді. Оған ескерту жасайды. Сен мынаны жазба. Сен әкімді жазыпсың ғой ана. Бәленше фирмаға қатысы бар деп, үйде айтып жазба. Үйді жазатын болсаң, кет жұмыстан. Қуып шығады болды. Сондай нәрсені орнатып қойған. Біздің баспасөз еркіндігіміз бар деп қояды. Бізде баспасөз еркіндігі мүлде шектелген, қатты шектеп тастаған. Мына тәуелсіз басылымдардың өзі таяқ жеп жүреді. Оларды үстінен біреулерге өтірік арыз жаздырып, жабқызып, жазған журналистерін қудалап сөйтіп жатады. Бұл енді жақсы емес. Бұл өсетін елге, болашағы бар деген елге жақсы емес. Біздің жап-жақсы министріміз бар ана, баспасөз министрі, қазір премьер-министрдің орынбасары болды ғой, Аида Балаева деген жас қызымыз бар. Айда қарағым, сен журналистерге жәбір жапа көрсетіп жатқан кейбір биліктегі орынсыз нәрселерге араша түсіп жататыныңды кейде көреміз енді. Бұндайға жол беруге болмайды. Ана заңды қайтадан қарау керек кейбір баптарын. Осындай нәрселерді айтқым келеді. Кейбір мына қазір насихат жүріп жатыр ғой, мына референдум жайында, ата заң жайында. Бұнда да бір жақтылық көп. Жаңағы өзінің несін сөйлеп тұрғанын көп адам білмейді, оқымай пікір айтады. Соны алып кеп ана баспасөз орындарының адамдары газетке беріп, телевидениеге шығарып қояды. Ол адамның өз ойын айтып тұрмағанын көрініп тұрады да бет-әлпетінен. Бұндайдан сақ болу керек. Бұл адамдардың баспасөзге деген, биліктегі адамдарға деген сенімін жояды. Сондықтан әділ болып, шын болып, дұрыс нәрселерді жазуға дағдылану керек біздің баспасөздегі адамдар.